Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға ел сүйген, елін сүйген елбасым атты медиа обзорымызды ұсынамыз. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтың шаңырағында көптен күткен ұл дүниеге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулады. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән-жырларға, салт-ғұрыптарға құштарлығын оятты. Нұрсұлтанның жас зердесінде сол кезеңнің қыспаққа салған қиыншылықтары ғана емес, ата-анасының аялы алақаны мен әкесінің мейірімді жүзі де сақталып қалды. Тату отбасы, бауырлар, әке-шешесі айтқан әндер. Нұрсұлтан мал жаңғырумен айналысты. Әкесімен бірге шөп шапты. Нұрсұлтан тек өз сыныбында ғана емес, мектептегі ең үздік оқушының бірі болды. Сабақты зор ынта-ықыласпен оқыды. Нұрсұлтан Назарбаев әрқашан өзін халық арасынан шыққан, халыққа жан-тәнімен жақын адам деп есептейді. Және де қазір солай ойлайды. Ол Теміртаудағы металлургия комбинатының құрылысына комсомолдарды жинап жатқанын білген Нұрсұлтан металлург болуға бел буды. Ол училище бітіргенде металлургтың қиын да күрделі мамандығын игеріп қана қоймай, Украинаның спорт шебері атанды. Теміртауға оралғаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірбаянының жалынды кезеңі басталды. Өмірлік жары Сара Алпысқызын жолықтырып, отбасын құрды. Бақытты жас отбасы тез жетіліп, өсіп өнді. Шаңырақтарында 3 қыз Дариға, Динара, Әлия дүниеге келді. Назарбаев үлкен лауазым игерлерінің кабинеттеріне қаймықпай кіріп, әділдікке жету үшін шындықты ғана айтты. Сондықтан оның пікірі мұқият тыңдалды, жиі қолдау тапты. Басшы ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың беделі жоғары болу себебі ең алдымен оның жұмысшылар қатарынан ең төменгі буыннан көтерілгендігінен, барлық мәселелерді түп төркіннен танып білетіндігінен еді. Қазақ КСР жоғары кеңесі 1990 жылы 24 сәуірде Қазақ КСР президенті лауазымын белгіледі. Нұрсұлтан Назарбаев республиканың жоғарғы кеңесінің сессиясында Қазақстан тарихындағы тұңғыш президент болып сайланды. Қазақстанның жаңа дәуірі басталып, бүгінгі келешегі зор мәңгілік ел қалыптасты. Біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекет басқару ісі, машақаты да мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық. Аталмыш мерекеге орай елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кітаптарына, ол туралы жазылған шығармаларға назар аударайық. Бұл бейне көріністі ұйымдастырудағы негізгі мақсатымыз Новонежин ауылдық кітапханасындағы елбасының еңбектерімен сіздерді таныстыру, насихаттау. Құрметті оқырмандар, елбасымыздың осы ұсынған еңбектерінің барлығы да Қазақстанның жарқында қуатты болашағы үшін әлемдік экономиканың алдыңғы қатары жетістіктерімен әлемдік аренаға бет бұруына ықпал жасаған үшін, ел игілігі үшін жазылған шығармалар. Олай болса, мен де сіздерді елбасымыздың кітаптарын оқуға шақырамын.